Сәлеметсіздер ме, құрметті ютуберлер мен көрермендер. Бүгін мен сіздерге не үшін ютубты қазір бастау керексіздер, сол туралы айтамын. Және ол 100% көз жеткізілген нәрсе, сондықтан да қазірден бастап лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Өткенмен алда қалай тегін 2000 подписчик жинау, платный рекламаны қалай жіберу, одан кейін подписчиктеріңізді 2 есе қалай өсіру керек, қалай миллион просмотр жинау керек, барлығын осы каналда айтатын боламын. Жасап үлгермей жатырмын видеоларды. Өте айтатын нәрселер көп, бөлісетін нәрселер көп. Сондықтан сол видеоларды жіберіп болмау үшін каналға тіркеліңіз. Ал ендеше кеттік. Не үшін сіз ютубты бүгін бастау керексіз? Яғни ютубта влог түсірудің бірден бір қағидасы ол видео түсіру, сөйлеу, контент дайындау, видео дайындау. Неғұрлым көп видео жасаған сайын соғұрлым ашыла бересіз. Көбісі ойлайды, ютубтан видео түсіру, видео жасау қиын деп. Шын мәнісінде одан оңай нәрсе жоқ. Ең басында бастағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Одан кейін бірте дайындап өзіңіз үйреніп кетесіз, қаныңыз үйреніп кетеді. Өте оңай бола бастайды. Бірінші пункті бағана айтқандай ол ашылу. Кәдімгідей ашылып қаласыз. Екінші пункті ол сценарий құрастыру. Әр влогты бастардың алдында сіз сценарий жазасыз. Не туралы айтасыз, сол туралы жаза бастайсыз. Не туралы қозғайсыз, соң қағазға түсіресіз. Неке мен де қағазға түсіріп алғам, не айтатынымды. Жоспар құрып алғам, осы влогта не туралы айтатынымды. Сол арқылы сіз өзіңіз жоспардан таймай, ойыңызды нақты жинаңқы көрерменіңізге жеткізесіз. Ол деген сөз, сіз сценарий жазып үйренесіз. Төртінші плюс ол импровизация. Импровизация дегеніміз кез келген оқиғадан, ситуациядан оңай шығып кету. Кинода байқасаңыздар, актерлар сөзін ұмытып қалады, бірақ өзінің ойымен, іс-әрекеттерімен қосымша импровизация жасап жүреді. И сол кадрлар, сол видеолар өте керемет болып шығады. Сол сияқты өмірде де, сабақтан қашқан кезде де, кешіріңдер, кәдімгі өмірде де импровизация көп қолданып, сол арқылы көмегін тигізе алады. Әрине, ақыры видео түсіресіз, сол арқылы дамисыз. Бағана айтқан қателіктердің бәрін туралағаннан кейін сіздің танымалдылығыңыз арта бастайды. Бірден көшеде барлығы тани қоймайды, әрине. Бірақ өзіңіздің кругіңіз жайлап арта береді. Сол арқылы танымалдылығыңыз артады. О, қалайсыңдар? Жақсы. Не істеп отырсыңдар мына судың арасында? Әшейін ойнап отырық. Неге бүгін влог түсіріп, қыдырып жүріп, біздің фанаттарды кездестіріп қалдық, е? О, аттарың кім? Меніңкі Жұлдызай. Молодец, Жұлдызай. Жасың нешеде? 9-да. 9-да? Жарайсың. Жақсы сау бол. Сау бол. Біздің студент жақсы сау бол. Осы совет үкіметі болғалы бері бізде қазақ халқында өз қатты қысылып қалған, ал осы YouTube соны ашуға көмектеседі. Және қаншама ашылған сайын, бағана айтқандай, танымалдылығыңыз арта береді. Және не үшін қазір бастау керексіз? Келесі пункті. Қазір, именно дәл қазір, қазақ тілді контент өте аз. Қазір қазақ тілде не түсіресіз, сол өтіп кетеді. Бағана қарапайым қайрат түсірсеңіз, қарапайым қайрат өтіп кетеді. Қалаулым түсірсеңіз, қалаулым өтіп кетеді. Енді, бет жоқ түсіре беретін каналдар өте көп. Мен ол каналдардың тізімін айтып шыққан жоқпын. Сапалы қылып түсіру керек, әрине. Сапалы болу үшін де бірден аспаннан салбырап түсе алмайды, үйрену керек. Әртүрлі фишкалар бар, соларды қолдану керек. Простой фишкаларды осының алдындағы видеода айтып кеттім, лайк подписканы қою туралы. Жай ғана бір фишканы қолдансаңыз, адамдар соны көріп отырып, лайк подпискасын қояды. А неғұрлым лайк подписка қойған сайын, соғұрлым сіздің просмотрлығыңыз көбейе береді. Өйткені YouTube оны басқа бір адамдардың рекомендациясына қосады. Сол сияқты жай ғана ютубер боламын деп түсіре бермей, сондай фишкаларды, преимуществоларды қолдану керек. Мына жерде қарасаңыз, керемет американский неге ұқсайтын пожарный гидрант. Және YouTube каналды жүргізудің тағы бір келесі плюсы ол ақша табу. YouTube арқылы ақша табу негізі көбісі қиын деп ойлайды. Шын мәнісінде одан оңай нәрсе жоқ. Қап көмір түсіріп жатқан жоқсыз. Көшеде беліңізді ауырып, көше сыпырып жүрген жоқсыз. Әрине олардың барлығы маңызды, бірақ енді ютубтан пайда табу жолдарын да қарастыру керек, әрине. Өйткені қазір дамыған заманауи технологияларды қолдану керек, барынша қолдану керек, одан дағы ұялмау керек. Қазір өздеріңіз білесіздер, осы ютубтың біз 4 қаладан өзіміздің филиалдарымызды аштық. Қазір өзіміз Шымкенттеміз, Тараздан бір филиал аштық, Алматыдан бір филиал аштық, Қызылордадан бір филиал аштық. Бүкіл Құдай қаласа бүкіл Қазақстаннан ашыламыз, үлгермей жатырмыз. Оның барлығы үлкен команда, үлкен жұмыс талап етеді. Бірақ біз даму барысындамыз, солардың бәрін дамыту барысындамыз. Көбісі ойлайды, бағанағы
YouTube'дан ақша табу үшін миллион просмотрлар, 100 мың, 500 мың подписчик керек деп. Шын мәнісінде ол олай емес. Олай да табуға болады, бірақ 1000 просмотрмен ақ миллионер болуға болады. Ол жолдарын біз сабақтарда айтып жатырмыз, және оны қолданып үлкен жетістікке жетіп жатыр адамдар. Және YouTube'тың бірден бір пайдасы ол есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Не айттыңыз, не қоясыз, не айту керексіз, оның басында бірінші влогтарыңызды ұмытып қаласыз айтқан кезде. Соны айтпаптым ғой, ендігіде есте сақтау керек деп. Шынықтыра бересіз да, есте сақтау қабілетіңізді. Сол арқылы дамисыз, есте сақтау қабілетіңіз артады. Мына керемет бір плюстардың бірі. Мынау біздің студияның жаны. Мына жерде мен робот емеспін деген кинодағы фрагмент түсірілген мына жерде ұстап алады. Мына жерде кім бомж болып отырады. Темірбек пен бомж досы. Кез келген влогты түсіргенде, видеоңыз түсірген кезде ешқашан қиындатпаңыз. Қолыңыздан не келеді, содан бастаңыз. Қолыңыздан күнде не келеді, не істей аласыз күнде. Соны түсіріңіз. Соны жасаңыз. Ол қиындатып бір нәрсе видео түсіру үшін маған қымбат камера керек, немесе көп ақша керек, қымбат машина керек, үлкен үй керек, мистер Макс дегендей ойыншықтар керек деп ойламаңыздар. Ол қате ұғым, қате қалыптасқан ұғым. Күнде қолыңыздан не істей аласыз, соны жасай беріңіз, қиындатпай. Әрине, одан кейін эксперименттер жасаңыз. Әртүрлі видеолар, әртүрлі тақырыпта түсіріп тексеріп көріңіздер. Не өтеді халыққа? Қайсы 10 просмотр жинайды, қайсы 100 просмотр жинайды, қайсы 1000 просмотр, қайсы миллион просмотр жинайды, солардың барлығын зерттеңіз. Ол бірден бола қоймайды, барлығын көріп, білу, зерттеу, талқылау, таразылау арқылы жүзеге асыратын нәрсе. Мысалы, бізде бұрыннан көріп келатқан көрермендер байқауы мүмкін, бізде бұрын Мейрам ТВ-да, киностудия Мейрамның видео материалдарда барлығы бір каналда болған. Яғни киностудия Мейрам каналының ішінде әзілдерде, киноларда, бағдарламаларда барлығы араласып жатқан. Өткен біз эксперимент жасадық. Не өтеді, не өтпейді халыққа. Одан кейін кинолар мен әзілдерді бөліп тастадық. Киноларды бір бөлек бана киностудия Мейрамға, әзілдерді Мейрам ТВ каналына шығардық. Киноларды түсірдік, кинолардың ішінде эксперименттер жасадық. Әртүрлі кинолар, ертегілер түсіре бастадық. Эксперимент, ол киноның ішінде де эксперимент жасай бастадық. Қайсы кинолар өтеді. Кино бар, қайсы кинолар қызық, соларды ғана түсіретін болдық адамдарға. Әлі де эксперимент жасап келе жатырмыз. Қазір Мейрам ТВ-да 80 мың подписчиктен асқан. Киностудия Мейрамда 700 мың подписчиктен астам, солардың арқасында. Сіздер де эксперимент жасаңыздар осылай. Сіздер де бай миллионер ютуберлер қатарында болыңыздар. Ең простой кеңестерді орындай отырып, сіздер спокойно өзіңіздің 1000 подписчигіңізге 10 мың подписчикті спокойно жинап аласыз, оңай жинап аласыз. Ауыз ашатын уақытта жақындап қалды. Егер де осы видеомыз ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, комментарияға кез келген сұрақтарыңызды қойыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым және арықтайым.